Alacak. ортасынан ғана жаңағы иненің жүгін өткізіп алып, сонда оңай болады. Қандай ішінде? Төрт бұрышты. Қандай мата қолданыңыз? Жібек мата. Әр түсті. Ілгектерден жасалған. Ілгектен сәндедіңіз бе? Міне балалар көрдіңіздер ме? Иә. Қазір шағын жастықты осылайша бекемдейміз. Рахмет. Ал Нұрсая, сіз қорғайыңыз. Сіз жастыңыз. Бұл менің жастығым. Бұның пішімі төрт бұрышты. Бұл атлас сатин деп аталатын маталардан жасалған. Мен атлас сатин матадан осындай көбелектерді жасап безендірдім. Қалай балалар? Жадыраңында жастығы әдемі, Иә. осылайша жастықты безендіруге болады екен. Слайдқа назар аударыңыздар. Жаңағы безендірулерде жаңа бізде жадырақ қай безендіруді алған екен? Егеттермен безендіруді, ал Нұрсая екі түрлі матадан алып, көбелектерден, гүлдермен де безендіруге болады. Мына жерде бізде бибінұр дөңгелек пішін жасап, гүл деген смайс жасап жатыр екен. Жарайды. Жұмыстарыңыз жақсы деген баға береміз. Ұлдар жағында бізде көбелек жасауға, көбелек Бибінұр, болыңыз ба?
дөңгелек диванға арналған жастық. Бұның матасы шыт мата. Ары қарай тағы да безендіруді жалғастыра беріңіз. Жақсы, жарайсыз.